Теміртаудың шығыс бөлігі, нөмірлері ұмытылған орамдар мен ерекше сәулет. Бұл ауданның тарихы 1948 жылы геодезиялық қызмет үлкен металлургия комбинатының құрылысы туралы шешім қабылдаған кезде басталды. Олар өндірістік база мен тұрғын үй салуды бастады. Алғашқы тұрғын үй нысандары 1 және 2 қабатты барақтар болды. Теміртаудың осы бөлігіндегі 3-4 қабатты сталинкалар 1954 жылдан бастап тұрғызыла бастады. Теміртау тарихында болған қуанышты және қайғылы оқиғалар осы ауданның байырғы тұрғындарының есінде. Қаланың шығыс бөлігінің тарихы туралы естеліктерімен бізбен осы ауданда 1954 жылдан бері өмір сүріп келе жатқан металлургия комбинатының ардагері конвертерші Иродский Дмитрий Николаевич бөлісті. Сол кезде құрылыс басталып, қала тұрғындарының естеліктері бойынша болашақ комбинаттың өндірістік базасының құрылысына тұтқындар да қатысты. Сейчас 116 квартал, наверное. Бұл қандай көшелердің қиылысы? Каршоссе и Васита в сторону Мичурина. Там когда-то стоял так называемый растворный узел. Он был обнесен забором, на углах стояли сторожевые вышки и работали там заключенные. Қандай? Саяси, қылмыстық, білмейсіз бе? Я не могу сейчас сказать. Со мной в классе учился Володя Ульянов. Володя Ульянов. Да. И его отец по политической статье сидел. Они с мамой приехали сюда, где-то снимали квартиру, я сейчас не помню, они буквально 1 год жили, мы учились в одном классе. Вероятнее всего, и остальные тоже были. Яғни 1953 жылдан кейін тағы біраз уақыт бәрін бірден емес қой. Это был 54-55 год, когда мы с ним учились. Яғни жалпы Теміртаудың шығыс бөлігін тұтқындар да салған деп айтуға бола ма? Начинали только они. Қамаудағылардың барақтары 99 орамда Ушинский, Фурманов, Қарағанды көшелері мен Құрылысшылар даңғылының қиылысында орналасты. До улицы колючая проволока, забор такой. Вышки здесь. Кажется, 6 вышек стояло. В тепловых помещениях. Мы просто где сейчас похоронное бюро, там все развалили. Там жили те, которые охраняли, казармы были. Дмитрий Николаевич 59 жылы тамызда Құрылысшылар даңғылында болған қайғылы оқиғаларды еске алады. Вышли, это было где-то около 8 часов утра, днем 2 августа. Здесь вот, на перекрестке Фурмана толпа раздаются выставы. А интересно, магазин такой был, где даже лучше продавали. В это время они уже разграбили отделение милиции на 115 квартале. И вот перестреливаются, а здесь солдаты. Перестреливаются. Конечно, сейчас вспоминаю, да? Здесь мы остановились. Стреляют. Интересно, конечно. А на 3-м этаже этого магазина находился отдел ткани. Как представляете, девочки, это в одно из окон, что-то раз, смотрим, труп завязан в ткань, вот углом ткани, и его спускают. 59 жылғы көтерілістен кейін Теміртаудағы өмір өзгерді. Тұрғын үйлер жедел салынды. Жабдықтау айтарлықтай жақсарды. Теміртаулық дүкендердің сөрелері тауарға толып тұрды. В 1959 году, окончив 7 классов, я на лето пошел работать. И вот заработал, когда за лето, я сейчас уже не помню, как я оделся, пошел в 8 класс. Это был русский костюм, чешские туфли. Снабжение, понятно, было событий 59 года. Изумительно. Жастық шағы туралы айта отырып, Дмитрий Николаевич бірден қалалық би алаңдарын еске алады.
Олардың бірі іс жүзінде қазір де сақталған. Оның орнында қалалық саябақтың сахнасы тұр. Бірақ екінші болгар би алаңы танымал болды. Бүгінде оның ізі де қалмады. Сіз оркестр, жанды музыка болды деп айттыңыз. Бұл трест оркестрі ме, әлде болгарлар ма? Это чисто болгарские, чисто болгары. Они в своих национальных костюмах, такие инструменты, такие гитары, аккордеоны, которых мы не видели до сих пор. 57 жылы Қазақстан магниткасының құрылысына Теміртауға келген болгарлар жергілікті жастарға үлкен әсер қалдырды. Олардың өз ансамблі, футбол командасы болды. Олар Теміртауда велоспорттың негізін қалады. Болгар құрылысшыларының есімі қала картасында да, ескерткіштерде де сақталмаған. Қала тұрғындарының өздері Теміртаудың шығыс бөлігіндегі Сталинкаларға болгар үйлері деген атау беріп, болгар жастары туралы естелік қалдырды. Теміртауда алғашқы Сталинка 54 жылы тұрғызыла бастады. Көп қабатты үйдің құрылысы 3 жылда, 57 жылдың жазында болгар құрылысшыларының Теміртауға келу қарсаңында аяқталды. Шоссе 22, да? Это 110-й квартал. Когда-то в 58 году, когда прибыли болгары, вот этот 110-й квартал, его не существовало еще. Существовал только вот этот дом. Вот этот. Вот этот вот именно дом. И вот здесь буквально несколько семейств болгар были вселены сюда. Затем здесь жили первые семейные пары местных наших коренных, которые приехали на учебу и из комбината, тоже здесь проживали. В том числе мои друзья в доменном цехе. Сондықтан осы және де басқа үйлерді болгарлар үйі деп атап кетті ме? Называться болгарскими домами, да? Дмитрий Николаевичтің естеліктерін тыңдап болар емеспіз. Әр үйдің жанында, қаланың шығыс бөлігінің әр ауласында ол өзінің жергілікті оқиғаларын айтып берді. Теміртаудың өмірі осындай оқиғалардан тұрады.